ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا وحبيبنا محمد أما بعد Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, құрметті ағалар, бауырлар, апа, қарындастар, ең бірінші әлемдердің Раббысы болған Алла Тағалаға шексіз мақтау айтамыз. Екіншіде сүйікті дардақты болған пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва салламға салауат айтамыз. Келген әрбір қадамдарымыз сауаптан болсын. Алла Тағала ең маңыздысы бізге қажет болған нәрсе ешқашан ұмытпайық, ешқашан есімізден шығармайық. Ол Алланың разылығы болып табылады. Сондықтан да намаз оқып жатсын ба, ораза ұстап жатсын ба, біреуге жақсылық істеп жатсын ба, күнә жұмыстан тыйылып жатсын ба, жақсылық орындап жатсын ба, әрқашан әр кезде сенің ниетің Алланың разылығы үшін болу керек. Егер Алланың разылығы үшін болатын болса, Құдай қаласа қандай қиыншылық болмасын, сабыр етесің. Қандай жақсылық келмесін, құтырып кетпейсің. Неге өйткені сен білесің, сенің өміріңнің мәні, сәні, құлшылықтың, тіршіліктің, былай айтқанда майгегі, ол Алланың разылығын алу болып табылады. Сондықтан да біз, иншалла құрметті жамағат, қолдан келгенге шейін Алланың разылығын алудыққа күш жігерімізді жұмсайық. Әрбір намаз оққан сайын, былай айтқанда Алла разы болатын сөздерді айтатын болсақ, істерді орындайтын болсақ, ниетімізді реттейтін болсақ, пиғылымызды тазартатын болсақ, Құдай қаласа Алла Тағала бізге екі дүниенің жақсылығын береді. Енді бүгінгі біздің кездесуіміз, өздеріңіз байқаған сияқты, біздер Мәуліт деген айына кірдік. Мәуліт деген айы жылына бір-ақ рет келеді. Ол қай айға сәйкес келеді? Рабиул Ауал деген айына сәйкес келеді. Сондықтан да Мәуліт деген сөзі бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва салламның туған айы. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва салламның дүниеден өткен айы. Біз осы айда пайғамбарымызды ерекше не қыламыз? Құрметтейміз, іззеттейміз, дәрежесін көтереміз. Ол кісіге салауатты айтамыз, сүннетін жандандырамыз, өмір баянын оқимыз. Не үшін? Басқа айларда істемейміз. Неге именно осы айда істейміз? Өйткені біз 12 ай пайғамбарымызға салауат айтып шығамыз. Пайғамбарымыз сүннетін ұмытпаймыз. Әрқашан әр кезде есімізде жүреді. Зікір еткен кезде ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулалла дейміз. Дәретханаға кірген кезде біздер сол аяқпен кіреміз, оң аяқпен шығамыз. Тек қана Рабиул Ауал айында давайте сүннетпен жүрейік, қалған 11 айда сүннет керегі жоқ деп біз айтпаймыз. Біз 12 ай сүннетін жандандырамыз. Бірақ осы 12 айдың ішінде Алла Тағаланың өзінің енді сүйген уақыты болады, сүйген мезгілі болады. Солардың ішінде Мәуліт деген айын біздер пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға ерекше көңіл аударамыз. Рамазан айында біз Құран кәрімді 12 ай бойы оқимыз. Негізі оқуымыз керек. Бірақ именно біздер көп оқитын ай қай ай болып табылады? Рамазан айы болып табылады. Неге өйткені ол жаннаттың есіктері ашылатын, тозақтың есіктері жабылатын, және Рамазан айында бір әріп Құрандың оқитын болсаң, басқа айларға қараған кезде не сауап аласың? 700 сауапқа шейін дәрежең жоғары болады. Әрбір әріпке Құрандың. Сондықтан да міне Рамазанда біз Құранға ерекше көңіл бөлеміз. Бірақ қалған уақытта біз Құранды ұмытып кетпеуіміз керек. Құранды оқып отыруымыз керек, қарап отыруымыз керек. Дәл сондай Мұхаммед пайғамбарымызды саллаллаху алейхи ва салламды 11-12 ай бойы біз еске аламыз. 12 ай бойы есімізден шығармаймыз. Бірақ именно Мәуліт болған айында біздер көбірек еске аламыз. Көбірек көңіл аударамыз, көбірек сүннетке көңіл не қыламыз, бұл айтқанда жұмыстарын жандандырамыз. Сондықтан да Мәуліт айы келсе, бізде всегда проблема. Можно отмечать, нельзя отмечать. Біреулер шығады, аузу билля, бидағатчики, еретики, откуда появились пророк саллаллаху не отмечал день рождения. Вот они таптаза бидағатчиктар. Жылына обязательно осы мәселе көтеріледі. Жылда осы мәселе. Бидағат па, бидағат емес па? Істеуге бола ма, істеуге болмай ма? Астағфирулла. Біз пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның мәулідін атаған кезде біз бір шектен шығып, оны мақтамаймыз қой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: сендер мені мақтаған кезде шектен шықпаңдар деді. Мысалы Исаны мақтады, аяғы не болды?
ибнулла деді. Иса Алланың баласы деді. Ал біз 14 ғасыр болдық. Алхамдулилля, машалла. 14 ғасырда біреу біздің арамызда шықты ма? Мұхаммед Алланың баласы деп. Ешкім айтқан жоқ. Ешкім айтпайды. Қиямет күніне шейін айтпайды. Неге? Өйткені біз білеміз. Ла илаха иллаллах Мұхаммед Расулулла. Біз білеміз Мұхаммед Расулулла. Алланың елшісі екендігін білеміз. Біз ешқашан айтпаймыз. Мұхаммед ибнулла деп. Аузу билля. Алланың баласы деп біз ешқашан айтпаймыз. Біз не деп айтамыз Мұхаммедті? Абдуху ва расулу. Ең бірінші Алланың құлы, екінші кім? Расулулла, Алланың елшісі. Сондықтан да құрметті жамағат, біз әрине мына Рабиул ауал айында пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қатты көңіл аударамыз. Басқа айларға қарағанда. Сондықтан да қатты бізде де көңіл аударайық, құрметті жамағат. Арамызда шығат опять. Это бидағат, это нововведение. Пророк саллаллаху алейхи вассалам предостерег от нововведения. Анау, мынау басын қатып отырады. Зачем ондай істеп? Да, это может быть пайғамбарымыз сосын кеп сұрайды сенде. Вот пророк саллаллаху отмечал день рождения или не отмечал? Ты как ответишь? Ты ответишь, да не знаю. Да брат ты, субханаллах, клянусь Аллахом, нету ни одного достоверного хадиса, где бы пророк саллаллаху алейхи вассалям отмечал день рождения. Пусть они приведут ты. Да хоть один хадис ты, где отмечал пророк. И бетта, и ты бетта туперға түсесің. Да, оказывается, нельзя. Брак саллаллаху алейхи вассалямға салават айту. Мы понедельник держим пост. Держать пост в понедельник это не обязательно. Это считается какой деянием? Сунной считается. То есть это не былай айтканда желательная, но не обязательная вещь. Если ты в понедельник держишь пост, почему ты держишь понедельник? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, держал пост. А почему он понедельник именно сказал? Почему не вторник? Почему не среда? А именно понедельник и четверг сказал. Потому что в понедельник он родился. Он появился на свет в понедельник. Да, он ушел из жизни в понедельник. Никто в этом не спорит. Поэтому мы как бы, когда держим пост, мы даем дань нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И когда мы во время Маулюда говорим много про пророка, саллаллаху алейхи вассалям, некоторых это раздражает. Они говорят, почему вот именно этот месяц вы уделяете внимание, а другие месяцы не уделяете? Мы всегда уделяем внимание. Как я сказал, 12 месяцев мы уделяем внимание пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Но бывают времена, когда ты должен уделять большое внимание. Раббана атина фид дуня хасана ва фил ахирати хасана. Это дуа мустазан. Когда ты проходишь через Каабу, только один угол, когда проходишь, от угла в этот Йемен до черного камня, ты должен эту дуа сказать больше, больше и больше. А если ты скажешь в остальное время, что нельзя? Можно. Можно и нужно. А именно в это время говорит вот это место, начиная от угла Йемена до черного камня, ты должен говорить побольше. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил побольше. А остальные времена он нам не говорил. Нет, не надо это говорить. Только в этом месте говорить и все. Нету такого хадиса. Поэтому во время Маулюда мы уделяем большое внимание жизнеописанию нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Мы уделяем внимание сунне нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому сегодня наша тема звучит салават нашему пророку. То есть бүгінгі біздің тақырыбымыз, құрметті жамағат, салават айтудың артықшылығы деген мағынада келтіріледі. Салават айтудың артықшылығы. Сіздер білесіздер, жалпы біздің ислам дініміз адамның тіліне қатты көңіл бөледі. Ең бірінші жүрек. Біздің иман жүректен басталады. Екінші қатты бөлінетін нәрсе, қатты көңіл бөлетін нәрсе, ол немене болып табылады? Тіл. Біздің сайрап жатқан тіліміз, тоқтамайтын тіліміз. Тіліңді ассаң бітті, кетеді. 5 километрға, 50 километрға тоқтамай сөйлейсің. Бірақ мына тілге ие болатын болсаң, сен жүрегіңді реттейсің. Тілге ие болатын болсаң, сен ақылыңды тазартасың.
Ал тілге ие бола алмадың ба, сен жүрегің тұрақты болмайды. Сенің ақылың реттелмейді. Неге? Өйткені Алла Тағала Құран кәрімде айтады: "Ала би зикриллахи татмаиннул қулуб" дейді. Алланы еске алумен сендердің жүректерің тұрақты болмай ма дейді. Алланы немен еске аласың? Тілмен еске аласың. Субханалла дейсің, алхамдулилля дейсің, ла илаха иллалла дейсің. Солардың ішіндегі ең дұғаның әдемісі, көркемі салауат айту. Салауат айту. Салауат айту. Саллаллаху алейхи ва саллям. Өз-өзіңнен сұра. Сен бір күнде неше рет пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям салауат айтасың? 100 рет айтасың ба? 1000 рет айтасың ба? 100 рет айтсаң, сен рекорд Гиннесқа кіресің. Потому что сен тіліңді не хочешь анаумен. Сен лучше сотка аласың, жатасың. Жатқанша, сотка қарағанша сен зікір ет. Алла Тағала Құран кәрімде айтады: "Аллазина язкуруналлаха қияман ва қуудан ва аля джунубихим". Нағыз болған мұсылмандар дейді, Құдайды еске алған кезде қандай еске алады дейді? Қияман, тұрып болса да, қуудан, отырып болса да, ва аля джунубихим, жатып болса да Алланы еске алады дейді. Міне. Бәне бұл айтқанда, сен осы тіліңді жүргенде, тұрғанда, отырғаныңда, жатқаныңда, сен тіліңді немен шұғылдан? Зікір, 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 зікір. Ал солардың ішіндегі ең жақсы зікір, пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям зікір өте көп. Солардың ішінде ең абзалы қандай зікір? Саллаллаху алейхи ва саллям. Саллаллаху алейхи ва саллям. Немесе Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Хотя бы Аллахумма салли аля Мухаммад деп айт. Салли аля Мухаммад деп айт. Қанша көп айтасың, сонша жақсы бол, сонша артық бол. Пайғамбарды саллаллаху алейхи ва саллямның бұл айтқанда есімін естіген кезіңде, әрине салауат айту сен үшін міндетті. Бірақ атын еспей, өзің қолыңа таспиқ алып, немесе саусағыңмен, не будем спорить. Егер еске көп түсіретін болсаң, сонша саған жақсы болады. Сонша саған артық болады. Мына көзіміз қарап тұрады. Міне біреулер отыр, қарап тұрады. Не уағыз тыңдамайды, не тілін зікірмен жасамайды, қарап отырады. Кто есть кто. Кто приходит, кто уходит. Кто новый, кто старый. Ондай адам баласының жүрегі тұрақталған жоқ. Ол қарап отырады, оңға, солға қарап отырады. Жүрген жерде қарап жүреді. Сен оңға, солға қарама. Сен өзіңмен шұғылдан. Оңға, солға қарамау үшін ең бірінші сен не қылуың керек? Зікір етуің керек. Тіліңді ретте. Тіліңді ретте. Тіліңді реттесең, жоғарыда айттым, жүрегің реттеледі, ақыл санаң да тазаланады. Ал егер мынаны реттемедің бе, сен айттың, жоқ, мен жүрегім таза дейді. Біреулер бар, жүрегім таза дейді. Бірақ отырсаң, аузу билля өсекті, ғайбаттайды, жүрегі қап-қара болып шығады. Бірақ ол өзін жаман деп ойламайды. Айтады, мен жақсы кісімін дейді. Потому что мен жүрегім таза дейді. Мен аналар сияқты емеспін дейді. Намаз оқып, біреуді мен кидалшық емеспін дейді. Мен мужикпін дейді. Я сказал, я сделал дейді. Аналар дейді, намаз оқиды дейді. Сказал, не сделал дейді. Не сделал, сказал дейді. Мен ондай емеспін дейді. Сенің жүрегің таза болатын болса, сенің жаның таза. Жаның таза адамның тәні таза болады. Алламен бірге болады. Сондықтан да құрметті жамағат, біз ең бірінші салауатты неден бастаймыз? Салауатты тілден бастаймыз. Саллаллаху алейхи ва саллям. Саллаллаху алейхи ва саллям. Енді әрине біреулер анау тілімен сөйлей алмайды. Алла Тағалаға кешірімділік жасайды. Мал енді сенің тілің бар ма? Ондай болса не қыл, сен көбірек салауаттарыңды айт. Енді Алла Тағала, сіздер білесіздер, ең бірінші тілімізді реттейік. Тілімізге салауатты үйретейік. Салауатты үйретейік. Салауатты үйретейік. Қанша көп айтасыз, сонша жақсы болады. Қанша көп көңіл бөлесіз, сонша өзіңізге артық болады. Өзіңізге артық болады. Сосын екінші, салауат деген мағынасын менен білдірді. Салауат деген мағынасы өте көп.
Birinchi ma'nosi var, as-sola deb keltirdi. As-sola degan negizi. As-sola degan namoz. Bizning fars tilidan qozoq tiliga audarатын, arabchadan farschaga, farschadan qozoqchaga audarатын bo'lsak, namoz deganni bildirdi. Al namoz degani nima? Sajda etu. Allohning roziligi uchun qulchilik etетін formaсын bizlar ne deymiz? Namoz deb ataymiz. Yani sen ne kılasın? Ikincisi salavat деген кезде bizler ең birinchi bo'lgan ma'nosi, o ne kılamiz? Biz namoz o'qiymiz. Namozni kim uchun o'qiysin? Allohning roziligi uchun o'qiysin. Densallik uchun emas, bir maqsad uchun emas, ең birinchi bizning maqsadimiz Allohning roziligi uchun. So'ndan da bizning aramızda kezinde bo'ldi. Namoz o'qiydigan odamlar bo'ldi, hozir ishchi vetir poli. Hazır arağında şeydi, kidalшык болып кеткен. Sonra спросил, почему? Айтады, да, я читал намаз, говорит, мне от этого никакой пользы не было. А ты какую пользу хотел-то? Он хотел финансовую пользу получить. Ты финансовую пользу не получишь. Ты какую пользу получишь? Ты духовную пищу получишь. Ты получишь вознаграждение, которому не бесценно, которому не совместимо ничто и никто. Сондықтан да biz salavat деген кезде, құрметті жамағат, ең бірінші мағынасы намаз оқу деген білдіртеміз. Екінші мағынасы ас-сола деген немене? Ад-дуа деген мағынасы. Ад-дуа. Салават деген мағынасы немене? Дуға ету. Дуға ету. Сондықтан да біз Алла Тағала Құран Кәрімде айтады: "Аллазина юқимуна салата ва ютуна закат." Сондай иманды адамдар намаздарын оқиды, сола оқиды, сосын не зекет береді деген кезде біз айтамыз о жерде құлшылық ететін пенделер туралы айтып отыр. Ал енді Алла Тағала айтады: "Аллахумма", бізге үйретті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намаздың ішінде "Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад" деді. Онда біздер нені айтамыз бұл жерде? Дуға ретінде ол бізге аударылады. Яғни ол дуға ретінде бізге келеді. Сондықтан да құрметті жамағат, Алла Тағала Құран Кәрімде бізге бұйрық береді: "Я инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алян наби, я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима." Яғни Алла Тағала Құран Кәрімде айтады: әрине Алла Тағала және барлық періштелер не істейді дейді? Юсаллуна алян наби. Пайғамбар Мұхаммедке не қылады олар? Салават айтады. Салават айтады. Сондықтан я юхалладина аману саллу алейхи. Сондықтан да иман келтірген адамдар, сендер де не қылыңдар дейді? Пайғамбарға ең бірінші салават айтыңдар. Екінші не қылыңдар дейді? Сәлем беріңдер дейді. Салават айтыңдар. Саллаллаху алейхи ва саллам деп айтамыз. Міне, Аллахумма салли аля Мухаммад деп атаймыз. Міне, Алла Тағаланың өзі және періштелер бәрі не қылады? Мұхаммед пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям салават айтады. Егер періштелердің бәрі салават айтатын болса, құрметті жамағат, ондай болса біздер де міндетті түрде салаваттарымызды аямай жасауымыз керек. Ал енді Алла Тағала салават айтады дегеннің мағынасы міне? Ғалымдар түсіндіреді. Алла Тағаланың салават айтуы деген ол мейірімі мен ризашылықтың белгісі дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алла Тағала салават айтты, дуға етті деген мағына ма? Жоқ. О жердегі мағынасы қандай? Алла Тағала Мұхаммед пайғамбарымыздан разы болды. Сондықтан оған мейірбандығын берді. Бірінші. Періштелердің салаваты. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қандай мағынада келеді дейді? Яғни оны ғалымдар қалай түсіреді дейді? Пайғамбарымыздың дәрежесін көтереді дейді. Дәрежесінің жоғарғылығының не жоғарғы екендігінің белгісі періштелердің салават айтудығы Мұхаммед пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям. Ал енді біздердің мұсылмандардың Мұхаммед пайғамбарымызға ету салаваты ол қандайдың белгісі? Бұл айтқанда бұл жерде әрине біздер дуға етеміз. Дуға етеміз. Яғни пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллямға дуға етеміз, және құрметтейміз, және ардақтаймыз, және дәрежесін әрқашан кезде жоғары көтеріп жүреміз. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям құрметті жамағат айтады: ең сараң кісі кім дейді? Скупой дейді ғой орыс тілінде.
Сараң кісі кім деген кезде пайғамбарымыз айтқан, сараң кісі дейді, менің атым айтылған кезде дейді, Мұхаммад Расулулла деген кезде маған салауат айтпайтын кісі ең сараң кісі дейді. Сараң деген немене? Жмот деген. Ешкімге көмектеспейді. Біздің мағынада ешкімге ақша бермейді, көмектеспейді. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисындағы келтірген аль-бахил деген, сараң деген кім? Мұхаммед пайғамбарымыздың аты аталған кезде салауат оқымайтын кісі ең сараң кісі деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге айтады. Сондықтан да бұл аят Алла Тағала бізге айтып отыр. Алла Тағаланың міне салауаты, періштелердің салауаты, және иман келтірген адамдар, әмір, соллу, әмір деген немене? Это приказ. Мұхаммед пайғамбарымызға салауат айтыңдар, оқыңдар дейді. Соллу алейхи ва саллиму таслима дейді. Сонда мысалы дек пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға міне салауат оқу парыз ба, сүннет па? Мысалы дек имам Шафиның мазхабында салауатты оқу уәжіп дейді. Намаздан, ат-тахияттан кейін салауатты оқу уәжіп дейді. Біздің мазхабта ат-тахияттан кейін Аллахумма салли аля Мұхаммад, Аллахумма барик аля Мұхаммад деп айту біздің мазхабта неге жатады? Сүннетке жатады. Сүннетке жатады. Бірақ бұл жердегі соллу деген, сендер салауат айтыңдар деген, бұл әмір. Қандай әмір? Қызықтыру. Адамды не қылу? Бұл айтқанда не қыласың, сен біреуді қызықтырасың, біреуге көрсетесің, біреуге үлгі болғың келген. Сол кезде сен айтасың, міне, істе, жақсы болады дейсің. Міне, істе, жақсы болады. Міне, дәл сондай. Уассаллу уассаллиму алейхи таслим. Яғни пайғамбарға салауат айт. Сол кезде саған жақсылық болады. Сенде береке болады. Мұхаммед пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламға сен не қыласың? Сен кішкене болса да жақындайсың. Егер сен салауат айтпасаң, Мұхаммед пайғамбарымыздан алыстайсың. Неге? Өйткені бізде көбі бар мұсылмандар арасында. Намаз оқиды, намаздан кейін ат-тахият оқиды. Отырған кезде сіздер білесіздер, ат-тахиятты біздер оқу бізге уәжіп, міндетті. То есть 2 ракаттан кейін, сосын ең соңғы бітіріп жатқан кезде ат-тахиятты оқу міндетті. Ат-тахияттан кейін біз обязательно ұмытпаймыз, салауат оқимыз. Аллахумма салли аля Мұхаммад деп. Сонда біздер қандай намаз болмасын? Парыз бола ма, уәжіп бола ма, сүннет бола ма, мұстахаб бола ма, мандуб бола ма, тахаджуд бола ма, бесін намаз бола, құптан намаз бола ма, қандай намаз болмасын, біз салауатты айтып отырмыз. Тіпті мен ана рет айттым, жаназа намазында біз салауат оқимыз. Жаназа намазында біз салауат оқимыз. Неге? Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның дәрежесін біздер не қыламыз? Көтереміз. Болмаса неде? Жаназа намазында ат-тахият жоқ. Жаназа намазында не бар? Екінші такбирден кейін, Аллаху акбардан кейін міндетті түрде салауат бар. Міне, Мұхаммед пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның біз дәрежесін әрқашан әр кезде жоғары қоямыз. Ал енді салауат айтқан кезде қандай сауаптарға біз не қыламыз, аламыз? Ең бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, кім маған 1 рет салауат айтса, Алла Тағала оған 10 рет салауат айтады. 10 рет салауат айтады. 10 рет Алла Тағаланың салауаты деген немене? 10 дәрежең, 10 есе дәрежең көтеріледі. 10 қателігің кетеді. 10 күнәң жоңылады. Кемінде 10 сауапты алып отырасың. Сауапты алып отырасың. Неге? Өйткені әрбір айтқан сайын Алла Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам салауат айтып отырдың ба, әрбір айтқан сайын саған 10 деген цифра жазылай береді. Ол цифра саған артық болмайды. Саған мысалы деп қалтаңда 10 мың теңге бар, біреу саған 50 мың берді, біреу 100 мың берді, мәс саған дейсің ғой, қалай әдемі екен. 1 миллион берді, Запорожецті армандайсың. 5 миллион берді, Москвичті армандайсың. 10 миллион берді, өзім иномаркаға өтесің өзі. Сөйтіп кете бересің. Неге? Сауап та дәл сондай. Сауапты сен ондай Запорожец, иномарка ала алмайсың. Бірақ сен сауапты сенің алдыңдан шығады. Қиямет күнінде таразыда ауыр болатын, ол сенің сауабың болады. Сондықтан да адам баласы әрқашан әр кезде не қылу керек? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салауатты ұмытпау керек. Әсіресе қай күні? Жұма күні.
Жұма күні біздер пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға көбірек салауат айтуымыз керек. Жай уақытта үйде бара жатсыз, көшеде бара жатсыз, парктың ішінде қыдырып жүрсіз, набережінде пробежка, набережінде не жай жүрсіз, саллаллаху алейхи вассалам, саллаллаху алейхи вассалам. Міне, сен мана наушникті тығып алып музыка тыңдағанша зікір етіп отыр. Қанша қадам басасын, 5 километр жүресің ба? Мысалы, каждый қадамда бір километрде 1000 қадам болатын болса, алхамдулилля, 1000 рет сен пайғамбарымызға салауат айтасың. Қанша дәрежең көтеріледі? Бір салауатыңа 10 еседен сауапты алып отырасың. Сондықтан да құрметті жамағат, осы нәрсені біздер ешқашан еш уақытта есімізден шығармыз. Ал енді бір хадисті білесіздер, біз оны Рамазан айында айтқанбыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні минбарға шығып бара жатады. Жұма күні шығып бара жатқан кезде 3 рет айтады: амин, амин, амин дейді. Сонда намаз бітеді, сахабалар сұрайды: неге сіз 3 рет амин деп айттыңыз дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Атақты хадис, сахих хадис айтады: Жибрил алейхиссалам маған келді дейді. Сонда келіп маған 3 нәрсені айтты дейді. Ең бірінші нені айтты? Яғни осы Рамазан айы жеткен кезде кешірімдікке ие бола алмай қалған адамға не болсын дейді, өмірден өтсе дейді, Алла тағаланың мейірбандығын алыстасын дейді. Сол кезде мен амин деп айттым дейді. Екіншісі не? Ата-анасы, қарт ата-анасы бола тұр, оларға жақсылық істемеген адам болатын болса, соған не болсын деді? Жамандық болсын деді. Амин деп айттым. Сосын үшіншісі не деп айтты деді? Яғни үшіншісі осы кімде-кім сенің есімің аталғанда салауат айтпаса, Алла оның мейірімінен алыстатсын деп айтты дейді. Міне, соң кезде мен айттым дейді. Амин деп айттым дейді. Міне, Құдай сақтасын. Сондықтан да құрметті жамағат, біз әрқашан кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды еске алып дұға етіп отырады. Ал енді және қандай пайдалары бар? Мысалы дұға еткен кезде қолды жаямыз, дұға етеміз. Мұсылманның әдебі дұға еткен кезде ең бірінші Аллаға мақтау айт. Я Карим дейсің ба, я Рахман, я Рахим, алхамдулилля, я Раб деп. Екінші пайғамбарымызға салауат, саллаллаху алейхи вассалам айт. Сосын Алланы мақтадың ба, пайғамбарға салауат айттың ба, енді Құдайдан қалаған нәрсеңді сұра. Сұрадың ба, маған бала бер, анау бер, мынау бер, аяғында немен бітір? Саллаллаху алейхи вассаламмен бітір. Алла Тағаланың сөзімен баста, пайғамбарымыздың салауатымен оны қоста, аяғыңды пайғамбарға салауат айтумен аяқта. Міне сол кезде иншалла дұғаң не болады? Құдай қаласа қабыл болады. Демек, құрметті жамағат, салауат айтудың қандай пайдалары бар дейтін болатын болсақ, ең бірінші иманымыз көтеріледі. Екінші, ақылымыз реттеледі. Үшінші, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның шапағатын алуға себепші болады. Төртінші, 10 күнәң кешіріледі, 10 қайтелігің жойылады, 10 сауабың көтеріледі, 10 дәрежең артық болады. Міне, сосын бесіншісі, әрине, алхамдулилля, сен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға жақындайсың. Мұсылмандар ғалымдардан сұраған: пайғамбарды көру үшін не істеуім керек деп? Кейбір қыссалар бар. Пайғамбарды көру үшін сүннетіне амал қыл. Сосын пайғамбарға көбірек салауат айт. 1000 рет салауат айтсаң, күнде үзбей, иншалла Құдай қаласа, Алла берса, сен пайғамбарды көресің, иншалла түсіңде көресің әрине. А пайғамбарды саллаллаху алейхи вассалам айтқан хадисі бар: кім мені түсінде көретін болса, ол мені тірідей көргенмен бірдей деп айтқан. Сондықтан да қалайсың ба? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам түсіңде кіргенде, ондай болса көбірек салауат айт. Көбірек салауат айт. Сол кезде салауат айтқан кезінде жаман ойың да кетеді, жақсы ой келеді. Жүрегіңде қатыгездікті жойылады, иншалла. Неге? Өйткені сен пайғамбарымызды саллаллаху алейхи вассаламды өте қатты жақсы көресің. Сегодня у нас тема была, как я сказал, делать салават побольше нашему пророку саллаллаху алейхи вассалям. Мы привели аяты, хадисы, в которых пророк саллаллаху алейхи вассалям нам показывает, указывает, что мы всегда и везде должны говорить салават нашему пророку саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, когда вот мы сидим, когда вот мы ходим, да, мы побольше должны говорить не салават. Почему? Потому что Аллах Та'ала в Коране приказал нам, потому что Аллах сам и все ангелы
делают салават нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Если они делают салават нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то мы тоже должны говорить салават нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому салават, если ты будешь говорить, когда, где и сколько раз, это твое право. Да хоть в один день, один суток скажи миллион раз салават, саллаллаху, и это лишним никогда не будет. Говорит салават нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, никогда не будет лишним, никогда не будет много. Чем больше ты будешь говорить, тем лучше для тебя будет. У пророка очень много хадисов, где он нам как бы указал путь, что мы должны говорить салават. В одном хадисе он сказал, если вы скажете мне салават, саллаллаху, один раз, то Аллах вам скажет 10 раз салават. Аллах, если 10 раз салават, это что обозначается? То есть 10 наших ошибок, 10 наших грехов прощается, и 10 наших деяний удвоится. Алхамдулилля. Поэтому, чем кого-то языком, кому-то вредить, кого-то сплетничать, побойся Аллаха. Делай зикр побольше. Особенно зикр нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям. А особенный день для зикра это считается пятница. Почему? Потому что пророка, саллаллаху алейхи вассалям, много хадисов, которым он указал, показал, что во время пятничного намаза, после пятничного намаза делайте побольше не зикра. И в день пятничный мы должны заниматься побольше зикром. Не должны быть скупым человеком. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в одном хадисе сказал, кто скупой человек? Он сказал, где мое имя упоминается, если этот человек не говорит салават, значит он человек, этот скупой человек. Поэтому побойтесь Аллаха. У нас сейчас появляются некоторые деятели, говорят, какой-то араб вышел, какой-то человек, ему говорят салават. Астагфируллах. Это сомнение тех людей, которые ненавидят нашего пророка, саллаллаху алейхи. А мы должны показать свою любовь нашему пророку, саллаллаху алейхи. Поэтому, когда мы ходим, когда мы дома, когда мы лежим, когда мы приходим в мечеть, есть свободное время, побольше делай салават нашему пророку, саллаллаху алейхи. Поэтому пусть Аллах примет наши деяния. Аллах Таала дуа тілектерді қабыл етсін, иманымызды кәміл етсін, әрбір шаңыраққа береке тілейміз. Аллахның разылығы болсын, бір-бірімізге ренжімейік. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.